Құрметті азаматтар, Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті, құқық қорғау органы немесе арнаулы мемлекеттік орган, әскери полиция органы, мемлекеттік фельдъегерлік қызметкерінің, сот приставының, сот орындаушысының заңды үкіміне немесе талабына бағынбаған үшін Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 667 бабы бойынша әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын хабарлайды. Биылғы қыс мезгілі ауа райының ауырлығына байланысты азаматтардың жеке өмірлері мен денсаулықтарын сақтау мақсатында республикалық, қалааралық және ауданаралық жолдар полиция қызметкерлерімен бөгеттелді. Алайда ауа райының қолайсыздығына байланысты полиция қызметкерлерімен қойылған шектеулерге қарамастан кейбір азаматтардың шыдамсыздық танытуына байланысты жолға шығу фактілері болды. Осыған орай жоғарыда көрсетілген кодекстің 667 бабы бойынша азаматтарды әкімшілік жауапкершілікке тарту тәжірибеде қолданылды. Атап айтқанда 2023 жылдың 4 қаңтарында Зайсан ауданының 39 жасар тұрғынына қатысты кодекстің 667 бабы 1 бөлігі бойынша әкімшілік хаттама толтырылып, Зайсан аудандық сотының қаулысымен оған 21 айлық есептік көрсеткіш, яғни 72.450 теңге мөлшерінде әкімшілік айыппұл салынды. Осыған байланысты, құрметті азаматтар, Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті сіздерден Қазақстан Республикасының барлық заң талаптарын қатаң сақтауды сұрайды.